Хабарымызды жалғастырамыз. Бала еңбегін пайдалануға қатысты заң қатаң етілуі мүмкін. Еліміздегі балалар омбудсмені осыған қатысты үкімет пен бас прокуратураға ұсыныс жолдаған. Какие виды трудовой деятельности? Балаларды 14 жастан бастап қандай еңбекке тартуға болатыны еңбек кодексінде анық жазылған. Олар тек кинематография, цирк өнер және концертке ғана қатыса алады. Онда да ата-анасының рұқсаты керек. Қалған жұмыстарға 15 және одан жоғары жасқа толғанда ғана араласа алады. Айтбаеваның айтуынша осы күндер елімізде балалар еңбегін спортта, жарнама мен сән-шоу бизнесте пайдалану белең алған. Балалар үшін дегенді желеу етіп, үлкендер өз пайдасын көздейді дейді омбудсмен. Соның кесірінен жеткіншектер білім алудан қағылып жатыр. Денсаулығына қаншалықты зақым келетіндігін де білмейді. Өйткені кішкентайлардың басында ата-анасына көмектессем екен деген ой ғана бар. Жалпы биыл жазда 18 жасқа дейінгі 960 мың бала жұмыс істеуді көздеп отыр. Заң бойынша оларды күніне 4 сағат еңбек етуіне болады. Ал балалардың жазғы лагерлерінің дайындығын осы күні Денсаулық сақтау министрлігі мен төтенше жағдайлар комитеті және жергілікті атқарушы орындар бірлесіп тексеріп жатыр. Төтенше жағдайдың талаптарына немесе денсаулық сақтау талаптарына дайын болмайтын болса, олар әрине әкімшілік жауапкершілікке тартылатын болады. Бізде былтырғы жылды егер еске салатын болсақ, осында 2 лагерь болған, 3 лагерь болған, бірақ ол уақытында анықталып, олардың жұмыстары тоқтатылған және олар әкімшілік жауапкершілікке тартылған болатын.